Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін түрік халқының осындай сулы болып тұратын, яғни влажный десертін дайындайтын боламыз. Түрі тирамисуға ұқсайтын бұл десерттің құрамына кететін заттар да өте арзан. Ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып қойды ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмыртқамызға шекерді салып және кішкене тұз қосып, барлығын миксерлейміз. Осылай ағарғаннан кейін үстіне ванилинімізді, бөлме температурасында тұрған сүт және сұйық майымызды қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Келесі кезекте бөлек ыдысымызға ұн, какао және қамыр қопсытқышты барлығын бірге араластырып аламыз және оны бір қасықтан жұмыртқалы массаға салып араластырып отырамыз. Біздің десертіміздің қамыры дайын болды. Енді осындай формаға салып, 170-180 градус қысып тұрған пеште беті қызарғанша осылай пісіріп аламыз. Енді пирогтың кремін дайындайтын боламыз. Сүттің үстіне ұнды, ванилинді және шекерді салып, салқын күйінде барлығын біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді осы сүтімізді газға қойып, тоқтамай араластырып тұрамыз. Біздің сүтіміз қоюланып, бетінде көпіршіктері пайда болу керек. Осылай қоюланғаннан кейін оттың астын өшіріп, салқындағанша бөлек қалдырамыз. Біздің пирогымыз да пісті. Піскен пирогты осылай шпажкамен тесіп шығамыз және үстіне салқын сүтімізді құямыз. Пирог біздің сүтімізді толық сіңіріп алады осылай. Енді үстіне кремін жағып дайындаймыз. Салқындаған, жаңағы қоюланған сүтіміздің үстіне бөлме температурасындағы майды салып, миксерлеп аламыз, барлығы біркелкі масса болғанша. Дайын кремді пирогтың үстіне құйып, барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығамыз. Кремді жағып болғаннан кейін пирогты 2 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Сол кезде кремі сіңіп, қатып, өзінің формасына ұстайтын болады. Енді бетіне сәндік үшін осылай какао ұнтағын сеуіп жіберсеңіздер болады. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Бұл менің жолдасыма өте қатты ұнаған десерт болды.